Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әлем тағамы алдыңызда. Грамматикалық тақырыбымыз келісу, растау мәнді қыстырмалар және екен көмекші етістігі. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Әшекей, бұйым, безендіру, бекіре, бұзау еті, гауһар тас, енгізу, есеп, шот, жұмыс барысы, жайлы, жақұт, жылқы еті, көксерке, кәсіпкер, көмкеру, қарсылық, құн, қой еті, өкіл, пішін, сиыр еті, тапсырыс, талғам, талқылау, теңіз шаяны, ұсыныс, шынымен де, шынында, іскери кездесу, теңіз сорпасы, тіл үйретін тамақ. Бірінші тапсырма. Қажетті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. Мысалы, жұмыс барысында көптеген қателіктер болып тұрады. Тексеріңіз. Жұмыс барысында көптеген қателіктер болып тұрады. Ортақ мәселені талқылауға келген адамдардың ойы бір жерден шықты. Өзіңізге ыңғайлы уақытта келе аласыз. Менің еш қарсылығым жоқ. Ескертулерді түзеймін. Іскери кездесулер тыныш және ыңғайлы жерде өткені дұрыс. Шетелдік іскер адамдармен әріптестік орнатып жатырмыз. Шаруаларды ыңғайлау керек. Уақыт тым аз. Екінші тапсырма. Сөздерді орын тәртібіне сай реттеп, диалог құраңыз. Тексеріңіз. Даяшы, бізге ас мәзірін беріңізші. Әлбетте, қазір. Маған қуырылған сиыр еті және көкөніс салатын беріңіз. Иә, әрине. Маған қазір және жая. Сәл күте тұрыңыз. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз келісу, растау, мәнді қыстырмалар. Келісу, келіспеу, растау, жоққа шығару мәнді қыстырма сөздер сөйлемнің құрамында тұрса да, басқа мүшелермен грамматикалық байланысқа түспейтін мүше оқшау сөз деп аталады.
Оқшау сөздің 3 түрі бар. Қаратпа сөз, қыстырма сөз, одағай сөз. Сөйлемдегі ойға жазушының, сөйлеушінің көзқарасын білдіретін оқшау түрі қыстырма сөз деп аталады. Біздің ойымызша, бұл өте қызық кітап. Ерекшеліктері: айтушының, жазушының көзқарасын білдіреді. Басқа сөздермен оқшауланып, ерекше интонациямен айтылады. Мағынасы: адамның көңіл күйін, сезімін білдіреді. Мысалы, амал қанша, өкінішке қарай, несін айтасың? Қолданылуы: амал қанша, келесі автобусты күтеміз. Ойға, пікірге жорамал жасау мағынасында болады. Әрине, әлбетте, рас, сірә, мүмкін, шамасы, расында. Расында бұл аймақтың табиғаты керемет екен. Ойдың, пікірдің, сөздің айтылу амалын, тәсілін көрсетеді. Қысқасы, былайша айтқанда, демек, ендеше. Қысқасы, кешке дейін жұмысты аяқтау керек. Ойға басқа біреудің, немесе айтушының пікірі тұрғысынан қарайды. Меніңше, сіздіңше, біздіңше, мен білсем, оның айтуынша, сіздің ойыңызша. Меніңше, бұл мақаланы қайта жазу керек. Көзқарас пікірлердің өзара қатынасын білдіреді. Біріншіден, ақырында, соңында, сөйтіп. Ақырында барлық сұрақтардың жауаптарын таптым ғой. Екен көмекші етістігі. Екен, еді модуль. Сөздері е көмекші етістігінен қалыптасқан. Е көмекші етістігінің сөздік мағынасын бүтіндей жоқ және жедел өткен шақ. Және өткен шақ есінше формулалармен түрленеді. Етістіктің басқа формулалармен өзгермейді. Жеке жақ категорияларына қатысты мағыналарды үстейді. Екен көмекші етістігі жіктелгенде формасын толық сақтап та, ықшамдалып та, өзгертіліп те отырады. Қорқынышты түс көрген екенмін. Жекеше, мен екенмін, сен екенсің, сіз екенсіз, ол екен, көпше, біз екенбіз, сендер екенсіңдер, сіздер екенсіздер, олар екен. Бұрынғы өткен шақтың бір түрі. Ған, ген, қан, кен есімше тұлғалы етістікке екен көмекші етістігі тіркеліп қолданылады. Бұндай құрылымды көмекші етістік қана жіктеледі. Мына мақаланы қайдан көрдім десем, өткен айда оқыған екенмін. Үшінші тапсырма: келіспеу, жоққа шығару мағынасында сөйлемдердің астын сызыңыз. Таңғы асқа сүт өнімдерін пайдалану денсаулыққа пайдалы. Бұл жаттығуды былай жасау керек. Ауа райының жылынуы адамдарға пайдалы. Олай емес. Бұл жаттығуды былай жасау керек. Жоқ, ауа райының жылынуы қауіпті. Жоқ, сүт өнімдерін кешкі асқа пайдаланған дұрыс. Тексеріңіздер. Бұл жерде асты сызылған сөздер олай емес. Бұл жаттығуды былай жасау керек. Жоқ, ауа райының жылынуы қауіпті. Жоқ, сүт өнімдерін кешкі асқа пайдаланған дұрыс. Төртінші тапсырма: тиісті жерлерге екен етістігін қойып, сөйлемді аяқтаңыз.
Тексеріңіз. Олар тапсырыс берген екен. Азық-түлік бағасы қымбаттаған екен. Ертең жауын жаумайды екен. Марина қазақ тілін үйренген екен. Тамақ жасап үйрену керек екен. Асан қалаға кеше кеткен екен. Келесі жылы оқуға түссем екен. Олар ауылға жиі барады екен. Бүгін ол үйде болса екен. Мейрамхана 1979 жылы ашылған екен. Олар ересектерге оқулықтар жазады екен. Бұл құжаттар тексерілген екен. 5-ші тапсырма. Дұрысын таңдаңыз. Тексеріңіз. Конгресс-холл сарайында өткен аптада Mozart тобының шығармашылық концерті болған екен. Қазақстандық ғалымдар Түркиядағы бірнеше университетке дәріс оқуға барады екен. Университетті аяқтағаннан кейін жақсы жұмысқа орналассам екен. Шетелдік әріптестерді әуежайдан қарсы алу керек екенін ұмытып кетіппін. Олар шетелден семинарға келген қонақтар екен. Өткендегі мейрамханаға қарағанда мына мейрамхана қымбат екен. Пәтер алу үшін олар кестеде бірінші екен. Біздің тапсырыс берген тағамымыз өте дәмді екен. Үй тапсырмасы. Барған мейрамханаларыңыздың тексеру қорытындысын жасаңыз. Мейрамхана атауы, тағамның атауы, сапасы, бағасы. Сусынның атауы, сапасы, бағасы. Күннің арнайы тағамның атауы, сапасы, бағасы. Қызмет көрсету сапасы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.